Ассалаумағалейкум. Жаңалықтары бәрінен бұрын біле тұрыңыз, кесе YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Қабаталаның қабырғаларын сыснаумен. Бақыттымын. Сүйіктісімен бірге Қазақстанға келген Әсел Садуақасова жаңалықтарын бөлісті. Шетелге Қазақстанға қайтып келген актриса, кинопродюсер Әсел Садуақасова отандық бағдарламаға берген сұхбатында алдағы жоспарларын айтып берді. Бағдарламада актриса елге келуіне себепкер болған өзінен 7 жас кіші жігіт Мағжан Тілеухан есімді сүйіктісі екенін атап өтті. Садуақасованың сөзінше, олар Қазақстанға келіп, бірге тұруға бел буған. Жаз бойы Қазақстанда боламын деген жоспар жоқ. Әр мемлекетте тұрып көргім келеді. Әр сапар адамның дене тамын өзгертеді екен. Маған ақш пен Дубай ұнайды, дейді актриса. Әсел Садуақасова тойдың қашан болатынына қатысты нақты уақытын айтпады. Дәл қазір той қашан болатынын нақты айта алмаймын. Ең бастысы бақыттымын, жұбым бар. Бәрі уақыт еншісінде. Той болса, бірінші болып білесіздер, деп жауап берді. Сонымен қатар бүгінде психолог ретінде танылып, әйелдерге тренинг өткізіп жүрген кинопродюсер алдағы жоспарлары мен жаңалықтарын бөлісті. Инфробизнес саласында жұмысымды жалғастырамын. Елге осылай пайдам тиіп жатқан білемін. Жұмыс ретінде де жақсы көремін. Ал киноны хобби ретінде қарастырамын, дейді Әсел Садуақасова. Бұдан бөлек актриса кітап жазуға кіріскен атап өтті. Ол келешекте әйелдер туралы трансформациялық фильм, таспаламақ фильмнің идеясы дайын тұрғанын айтты.